Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз технологиялар. Бүгін және ертең жаңа технологиялар. Оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже: технологиялар бүгін және ертең. Жаңа технологиялар мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған жетекші сұрақтарын құрастыра алады. Қазақ тіліндегі сөйлем соңында келетін даралаушы тыныс белгілерді леп белгісі мен сұрау белгісін дұрыс қолданады. Тыңдалым мәтіні: технологиялар бүгін және ертең. Технологиялар қолданыстағы нұсқаларды ескіртіп, жиі жаңартады. Мысалы, 50 жылдан астам уақыт музыкалық жазбаларды ойнату үшін винилді дискілер пайдаланылды. Магнитті баспалар бірнеше жыл қолданылды. Осыдан 30 жыл бұрын эстафетаны компакт дискілер қабылдап алды. Дыбысты электронды микрочиптерге сақтайтын MR3 плеердің пайда болғанына 20 жылдай уақыт болды. Тыңдалым мәтіні екінші: жаңа технологиялар. Ерекше түрдегі ойлап табылған телефонның арқасында мылқау мен керең адамдар да телефонмен байланыса алады. Фокус журналының жаңа санында жарияланған хабарламаға қарағанда, хабарласулар ишарат тілімен атқарылмақ. Телефонға орнатылған камера қолдың іс-қимылын түсіріп алып, ерекше бір жазумен бұларды сөйлесу түріне аударады. Оқылым мәтіні 185-ші бет. Технологиялар бүгін және ертең. Бірінші мәтін. Мәтінді оқып, тілді құралдар арқылы стилін анықтаңдар. Екінші 187-ші бет. Жаңа технологиялар. Бірінші мәтін. Мәтінді оқып, жаңа технологиялар туралы ойларыңды бөлісіңдер. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші: адам жасайтын жұмыстың бәрін техникалық құралдардың атқаруы неге әкеп соғуы мүмкін? Екінші: 50 жылдан кейінгі өмірді қалай елестетесің? Үшінші: жаңа технология адам өмірін жеңілдетуге қызмет ете ала ма? Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлерін, қызметін түсіну, дұрыс қолдану үшін ережелерге назар аударайық. Сұрақ белгісі. Сұрақ белгісі жауап алу мақсатында қойылады. Сұрақ белгісі мынандай жағдайлармен жасалған сұраулы сөйлемдерден соң қойылады. Маме, бабе, папе, шаше сұраулы шылаулардың қатысуы арқылы жасалған сұраулы сөйлемдерден соң сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, Астанаға барасың ба? Екінші: сұрау есімдіктері арқылы жасалған сұрау сөйлемдерден соң сұрақ белгісі қойылады. Кім біледі? Қашан келеді? Үшінші: болар, шығар, көмекші етістіктердің қатысуы арқылы жасалған сөйлемдерден соң қойылады. Сен де баратын шығарсың. Төртінші: ой шылауы мен одағайының тіркесуі арқылы жасалған сұраулы сөйлемдерден соң қойылады. Әкеміз келсе ғой, Бесінші: сұрау интонациямен айтылған хабарлы сөйлемдерден соң қойылады. Маған бұл қиын. Қиын, мүмкін емес. Алтыншы: құрамында бірнеше сөйлемі бар құрмалас сөйлемнің соңғы жай сөйлемі сұраулы болса, сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Қас қарайды. Жолаушылар кешікті. Не болды екен? Екінші: леп белгісі. Леп белгісі айрықша эмоциямен айтылатын сөйлемдерден соң қойылады. Леп белгісінің қойылатын орындары: ерекше эмоциялы хабарлы сөйлемдерден соң. Мысалы, мына кітапхана керемет екен. Ерекше эмоциялы сұраулы сөйлемнен соң
Тоқанай, естідің бе сен? Ерекше эмоциялы бұйрықты сөйлемнен соң, жат жерде көргеніңе бола ерекшеленбе, айта тәубаңе кел. Құран үндеу мәнді сөйлемдерден соң, құндылықтарымызға қиянат жасамайық. Ерекше эмоциямен айтылған одағай сөздерден немесе одағайлы қыстырмалы сөйлемдерден соң қойылады. Уа, әділетті ханым-ай! Бәсе, бәйге біздің жігіткі ғой. Леп белгісі айрықша эмоциямен айтылатын сөйлемдерді қойылады. Ерекше эмоциямен айтылған қаратпа сөздерден немесе қаратпа сөздер мен сөйлемдерден соң. Мысалы, ассалаумағалейкум ағасы деп қолын ұсынып сәлемдесті. Алейкум ассалам. Жол болсын, жігітім, деді Жұмағали оның қолын алып. Міне осындай сөйлемдерде леп белгісі қойылады екен. Леп белгісі айрықша эмоциямен айтылатын сөйлемдерден соң қойылады. Кері байланыстың тапсырмасы 189 беттегі 5-ші тапсырма. Үй жағдайында қолданылатын технология жетістіктері туралы ақпарат жазыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезекте электронды почтаға WhatsApp желісіне тапсырмаларыңды жіберулеріңе болады. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.